ата заңымыздың сапасына тікелей әсер ететін конституциялық мәтіннің тілдік нұсқалардағы бірізділігі мен нақтылығы бойынша мәселелерге де үлкен көңіл бөлініп отыр. Конституциямыздың мемлекеттік тілдегі мәтіндегі бірізді емес терминология, мағыналық бұрмалаулар, аударылған мәтіндер арасындағы терминологиялық сәйкессіздік, құқық қолдану тәжірибесінде сөздердің мазмұны бойынша айырмашылықтар туындату мүмкіндігі және конституциялық нормалардың біркелкі орындалуына әсер ететін университетіміздің профессорлары отандық ғалымдар қауымдастығымен бірге ұзақ жылдар бойы көтеріп келеді. Мысалы, қолданыстағы конституцияда хақылы сөзі 16 рет, құқылы сөзі 5 рет, құқығы бар 27 рет, құқығы жоқ 5 рет, хақысы жоқ 3 рет қолданылған. Құқылы термині бірде вправе орнына, ал бірде имеет право орнына қолданылады. Қызмет сөзі должность мағынасында 31 жерде, деятельность мағынасында 37 жерде, функция мағынасында 3 жерде, служба мағынасында 6 жерде қолданылған. Тағы бір мысал, үкімет мүшелерінің жауапкершіліге қатысты. Персонально отвечает, бір бапта дербес жауап береді, бір бапта жеке дара жауап береді деген тіркестер қолданады. Сонымен қатар тұрақты құқықтық конструкция ретінде атау формада берілмеген мысалдар да бар. Мысалы, өмір сүруге құқығы, ар ождан бостандығына құқығы, дұрысы өмір сүру құқығы, ар ождан бостандығы құқығы. Аудармаға байланысты тағы да бір мысал, общественная нравственность. Қазақша нұсқасында қоғамдық имандылық деп жазылған. Осыныз қоғамдық әдеп. Бұл түзету мемлекетіміздің зайырлы сипатын нақтылай түседі. Конституциямыздың мәтіндік анықтығы мен бірізділігі азаматтарымыздың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына, мемлекетіміздің басқару жүйесінің сапасы мен конституциялық кеңістік тұтастығына әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан да реформа шеңберінде құқықтық ұғымдары бірыңғайландыру және тілдік нұсқалар арасындағы терминологиялық айырмашылықтарды жойғанымыз жөн. Бұл конституция мазмұнын өзгерту емес, құқығын дәлдігін күшейтуді білдіреді. Ата заңымыздың сапасын арттырып, оның нормаларын түсінудің біркелкілігін қамтамасыз етеді деп санаймыз.